Сәлем достар, бүгін өте оңай қарапайым лечо салатын дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге қызанақ, болгар бұрышы, пияз, сәбіз, сарымсақ, сұйық май, қара бұрыш, тұз, қант қажет. Ең алдымен кастрөлімізге сұйық майымызды құйып, пиязымызды қуыра бастаймыз. Пияз кішкене қуырылғаннан соң сәбізбен мен болгар бұрышын осылай соломка етіп турап алдым алдын ала. Осылай қуырып, үстінен керегінше тұзды салып, жақсылап қуыратын боламыз. Осылай қуырғаннан соң үстінен ет тартқыштан өткен қызанағымыздың барлығын салып, осылай 15-20 минутқа кішкене қайнататын боламыз. Осылай бір қайнап шыққаннан соң барлық қызанағымызды құйып, тағы да қайнататын боламыз. Барлығын толықтай араластырып, осылай. Енді сарымсағымызды ет тартқыштан өткізіп алатын боламыз. Барлығын осылай өткізіп, салатымызға қосатын боламыз. Сәбізіміз бен болгар бұрышымыз піссе болды, салатымыз дайын деген сөз. Өте дәмді болып шығады. Мен барлығын көз мөлшермен жасадым. Енді болгар бұрышын салып, оны да жақсылап араластырып, керегінше бұрышыңызды салып, тұзын, қантын дәміне қарай саластыр. Мен банкамен крышкалардың барлығын алдын ала стерилизовать етіп дайындап алдым. Осылай біздің лечо салатымыз дайын. Барлығын осылай жақсылап жауып, бір түнге барлығын төңкеріп, жылы жерге осылай плетке орап қойсаңыздар болады. Бір түнге осылай қалдыратын боламыз. Достар, видео ұнаса лайк басып, парақшама тіркеліп кетіңіздер. Сіз де дәл осылай дайындап көріңіз, ас болсын.